Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мемлекеттік коммуналдық мекемесі нөмір 83 гимназияның профиль бөлімінің домбырасының бойынша оқытушысы Оразалиева Ғазиза Мұхтарқызы. Домбыра үйрену мектебі 1-ші класстан 9-ші сынып оқушыларының аралығында бұл бағдарлама. Мен жасағаным ең бірінші 2006 жылы шыққан. Одан кейін бұл бағдарлама 2012 жылы қайта жаңартылды. Енді кешегі осы 2022 жылы осы бағдарламам Алматы қаласындағы нөмір 83 гимназия қазақ халық аспаптар пәнінің домбыра зерттеуші мұғалімі ретінде оқушылардың шығармашылық педагогикалық іс-әрекет процесіндегі заманауи талаптарын ескере отырып жасалды. Оқушылардың музыкалық қабілеттерін дамытудағы көзқарасы ұсынылды. Балаларға музыкалық эстетикалық тәрбие беру бүгінгі өмірде заманауи әдістерді білуді және жоғары кәсіби білім деңгейін талап ететін жауапты және күрделі мәселе. Баланың жеке мүмкіндіктерін объективті бағалау, жалпы және музыка дамуы, қол қойылымдары, отырысы, музыкалық еске сақтау, есту, ырғақ, нақты педагогикалық міндеттер мен жұмыс әдістерін анықтау. Бұл бағдарламаның мақсаты оқушы бойында домбыра аспабында ойнау дағдысын дарыту, көркемдік талғамын тәрбиелеу, музыканы есту, шығармашылық қиялын дамыту, музыкаға сахналық көзқарасын қалыптастыру, аса дарынды оқушыларды орта және жоғары оқу орындарына түсуге дайындау. Оқытушының мақсаты эстетикалық тәрбие беру, қазақ халық композиторларының өмірбаяны мен оның шығармаларын жақын танысу, қазақ халқының салт дәстүрін әдет ғұрпына бойына сіңіріп келешекте пайдалана білу. Шетел композиторларының шығармаларын аспапта жетік орындау, шығармашылық формасын теориялық мағынада талдай білу, жалпы эстетикалық тәрбиені этикалық тәрбиеге ұштастырып, оқушыны жан-жақты тәрбиелеу. Оқушының міндеті шығарманың мағынасын түсініп, мәнерлеп ойнау. Теория сольфеджи білімдерін пайдалана отырып, шығарманы талдай білу. Ансамбльде қолданатын аспаптардың бұрауын білу, құлақ күйін келтіру, топтасып ойнауды үйрену, дуэт, трио, квартет тағы басқалар. Ансамбль күйлерін үйлестірін, ансамбль үйлестіктерін ажырата білу. Бағдарламаның жаңашылдығы оқушылар 3-ші сыныптан бастап 3 деңгейлі бағдарламада оқытылады. А деңгейдегі топта профессионалдық, музыкалық өте жоғары дамыған топтар, В деңгейлі топта музыкалық деңгей орташа дамыған топтар, С деңгейлі топта музыкалық деңгейі қарапайым дамыған топтар. Осы топтарға бөлінудің себебі музыкаға барлық балалар қатысып музыкалық қабілеті бірдей емес, сондықтан оларды осы топтарға бөліп оқытуға тура келеді. Бірінші оқу жылына арналған қысқаша нұсқаулар. Бірінші сынып жылына 34 сағат, аптасына 1 сағаттан. Кішкентай балалармен өткізілетін алғашқы сабақтар кезінде оларға таныс шағын әуендер мен күйлерді ойнап көрсетіп, домбыра туралы аңыз әңгіме айтып, қызықтыра білсе, баланың қызығушылығы артады. Балаға аспапты үйрету үшін оны дұрыс отыруға, қолдарының дұрыс қойылуына ерекше көңіл бөлгені дұрыс. Отырысы мен қолдары дұрыс қойылмаған оқушының ойнау мүмкіндіктері шектеулі дәрежеге қалып қою мүмкін. Шектеулі дәрежеге. Оң қолды нықтап қағып, буынды бос ұстап, сол қолды перне бойына алақанды жапсырмай, пернені саусақтың ұшымен нақ басып ойнауға үйрету керек. Баланың арқасын тік ұстап, дұрыс отыруына да көп көңіл бөлген дұрыс. Себебі арқасын тіке ұстамаған бала бүкірейіп отыруға қалыптасып қалады да, ол баланың арқасының ауруына әкеліп соғады. Осы айтылған талаптардың барлығы дұрыс орындалу үшін оң және сол қолға арналған жаттығуларды жаттықтырып ойнату қажет. Бірінші сыныптарға жылына 2 рет емтихан болады. Бірінші академиялық емтихан ақпан айының басында,
Содан екінші емтихан мамыр айында өтеді. Екінші класстан 9-шы сыныптар жылына 68 сағат, аптасына 2 сағаттан. Екінші сыныптан бастап әр 90 сайын емтихандар жүріп отырады. Бірінші 90 қазан айының соңында техникалық емтихан болады. Екінші 90-ның желтоқсан айының соңында академиялық емтихан болады. Үшінші 90 наурыз айының 10 күндігінде техникалық емтихан. Төртінші 90 мамыр айының соңында академиялық емтихан. Екінші сыныптан бастап ойнатылатын шығармалар ақырындап көтеріле береді. 8 жыл оқып, оқушылар домбыра класын бітіріп шығады. Сол өнерге домбыра класына колледжге баратын оқушылар болса, 9-шы сыныпқа дейін оқытуға болады. Оқушы жыл бойы 7-8 күй, 5-6 шығарма ойнайды. Гаммалар ойнатылады. Бітіруші сыныптар үшін ай сайын тыңдау жүргізіледі. Мамыр айының аяғында мемлекеттік емтихан тапсырылады. Мемлекеттік емтиханда 5 шығарма ойнатылады. Бірінші қазақ шығармасы, шетел шығармасы, шертпе күй, күндегі күй, техникалық күй. Айтқанда, мұғалім жаңадан орындаушылықпен жұмыс істеудің барлық негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгеруі керек. Подожди, где мне написать? Я же чат открывала только что. Чат. Вот сюда. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бізде де барлық оқушыларды қаншама аудандық, облыстық, республикалық